Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Райхан. Бүгін мен сіздерге печканы қажет етпейтін, небары 15 минутта табада дайындалатын торттың рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, содан соң қантымызды, 2 жұмыртқамызды, сұйық майымызды құйып аламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Және де сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Арасында түйіршіктері қалып кетпеу керек. Араластырып болғанымыздан соң толықтай үстіне су және де какао салып, жақсылап араластырып аламыз. Ол жері видеоға түспей қалған. Мен описаниеге қандай заттар керек екенін жазып қалдырам. Одан соң табамызды газге қойып, қыздырып қоямыз. Мінекей осылай түсте сұйықтау болып шығады. Табамыз қызды, енді үстіне бір ожаудан құйып, бір тегіс қылып жайып аламыз да, барлығын толықтай пісіріп аламыз. Жайып болғанымыздан соң қақпағын жауып 4-5 минутта бірінші жағын, екінші жағын 2-3 минутта пісіріп аламыз. Барлығын толықтай осылай пісіріп аласыздар. Тез-тез пісіп шығады, оңай жасалуы. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне осылай сгущенкамызды құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып, крем дайындап аламыз. Кремімізге небәрі 2 ғана зат кетеді. Кремімізді дайындап болған соң тортымызды жинап шығамыз. Корж крем қылып, толықтай барлығын жинап аласыздар. Қонақ келіп қалған кезде немесе тез дайындап, тәттімен шай ішкіңіз келсе, осы тортты дайындап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығады, жасалу өте оңай, және де сізде үйіңізде бар қол жетімді заттардан дайындалады. Қаласаңыздар, басқа заварной креммен дайындап көрсеңіздер де болады. Осылай биік болып шығады, және түйе жаңғақты блендердің көмегімен езіп алдым да, осылай үстіне сеуіп шықтым. Дәмі одан да ерекше болып шықты. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Кремді жағып дайындап болғаныңыздан кейін бірден дастарханға ұсына берсеңіз болады. Тындырып қою қажет емес. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліңіз. Менің каналымда одан да кейін керемет рецептер болады.